Ассалаумағалейкум, бисмилля деп видеомызды бастайық. Бүгінгі видеода 1111 деген винтовер қорапшасы мінекей осындай. Және осындай чемоданда орналасқан. Мінекей комплектісінде паспорты бар, екі битасы бар, біреу плоский, біреу фигурный, және осындай ілгіші бар. Бұл ілгішті винтовердің екі жағына да ілуге болады. Мінекей орындары тұр. Винтоверді өте ықшамды, кішкентай, салмағы да бір қалыпты, ауыр емес, жеңіл емес, размері кішкентай, мебель құрастырған кезде тар жерлерде өте ыңғайлы. Комплектісінде екі батарея бар және қуаттайтын заряды бар. Батареямыз 5 ампер час, демек көпке жетеді. Қазір сіздерді осы винтовердпен таныстыратын болам, себебі бұнда функциялар бар, 4 түрлі, солармен сіздерге түсіндіріп айтатын болам. Мінекей қазір кнопканы бассақ, фонарымыз жанады. Бұл фонар 3 түрлі деңгейде жанады, әлсін, орташа және қатты. Қазір фонарымыз өзі өшеді. Қараңғы жерлерде жұмыс істегенде өте ыңғайлы. Шырпаверттегі секілді мына жерінде ғана кішкентай фонар жанып тұрмайды. Бұлай айландыра фонарымыз жақсы орналасқан, жарықты жақсы береді. Бұл фонарды күндіз өшіріп те салуға болады. Яғни күндіз жарық керек жоқ болған кезде өшіріп қоямыз, батареямызды үнемдеу үшін. Және бұл фонарды жекеде жағып қоюға болады. Қазір ол туралы көрсететін болам. Мінекей мына жерде кішкентай бір кнопка тұр ең шетінде, басуға әрине кішкене ыңғайсыздау. Қазір оны сіздерге басып көрсетем. Оны бассақ, фонарымыз 20 минут бойы жанып тұрады. Яғни ешқандай кнопканы басудың қажеті жоқ. Өзіміз бір жұмыс істеп жатқанда осы фонарды қосып қоюымызға болады. Кнопкаларды баспасақ немесе фонарды өшіруді ұмытып кетсек, 20 минуттан кейін бұл өзі өшетін болады автоматты түрде. Мына жерге насадканы салған кезде қорғаны кигізе саламыз, алған кезде мына патронды тарта саламыз. Өте жеңіл әрі оңай, биталарды ауыстырған кезде көп уақытымызды алмайды. Балансы маған өте ұнайды, қолға өте ыңғайлы. Енді қазір функциялармен танысайық. Мінекей мына жерде 4 түрлі скорості бар. Сол 4 түрлі скорості 4 түрлі оборотпен жұмыс істейді. Обороттары көбейген сайын бұл винтовердің соғу удары да көбейе береді. Яғни қандай материалмен жұмыс істейміз, соған байланысты соққыны өзі реттеп отырады. Мінекей қазір бірінші жасыл жанып тұр, яғни скоросымыз ең төменгіде тұр. Екінші скоросқа қосатын болсақ, мінекей мына жердегі кнопканы басамыз. Сәл қаттырақ. Үшінші скорос және төртінші скоросымыз одан да қатты. Енді мына жерде G, A және T деп әріптер белгіленген. G режиміне қоятын болсақ, мінекей қазір қызыл жанып тұр, G-де тұр. Осы G-ға қоятын болсақ, шұрыптарды ағашқа бекітуге арналған функция, яғни шұрыптарды ағашқа бекітерде осы функцияға қоямыз. Мінекей қазір басқан кезде басылмайды, ол үшін мына кнопканы басып, шырпавертімізді оятып алу керекпіз. Одан кейін мына кнопканы басамыз, екінші функцияға қоямыз. Екінші функцияда мінекей A функциясында тұр. Бұл жерде гайканың суреті орналасқан. Яғни гайкаларды немесе болттарды бұраған кезде ол түбіне келгенде өзі тоқтайтын болады, яғни жерге түсіп қалмайтын болады. Менімше бұл функцияда шұрыптарды бұруға болады. Шұрыптарды ең аяқ жағына келген кезде өзі жаңағыдай тоқтап, шұрыптарды өзіміз қолмен алғанға ыңғайлы. Мінекей қазір тағы винтовертімізді оятып алып, үшінші функцияға қоямыз. Мінекей үшінші функцияда жұқа тақтайша көрсетіліп тұр М деген әріппен. Бұл функцияда біз профильдерді бұраймыз, яғни
профильдарды бұраған кезде профильдарымыз жұқа болғандықтан осы функцияға қойсақ біз шұрыпты бұраған кезде қатты бұрамай профильдегі резьбені кетіріп жібермес үшін бұл жұмсақ бұрайтын болады. Келесі функциямыз мінекей тағы да оятып төртіншіге қоямыз. Төртіншіде D деп тұр, қалың тақтайшаның суреті көрсетілген. Бұл функцияда біз қалың угольниктерге шұрыпты бұраймыз. Мысалға 4 миллиметрлік қалың угольниктерге шұрып бұрасақ, жаңағыдай басында сверлосы бар. Осы функцияда винтовертіміз өзі реттеп, жаңағы шұрыптың басы сынып қалмас үшін, не болмаса сол саморезіміздің грандары кетіп қалмас үшін жаңағыдай өзі реттеп бұрайтын болады. Сондықтан төрт түрлі функцияның өзінің төрт түрлі қолданатын жерлері бар. Сондықтан әр материалда қолданған кезде әрқайсының өзінің функциясын қолданған дұрыс. Мінекей винтовертіміздің мына жерінде бір кішкентай кнопкасы бар. Бұл кнопка арқылы скоростарды өзгертуге болады. Скоростарды мына кнопкамен де өзгертуге болады, не болмаса өзімізге ыңғайлы ретінде осылай да өзгертуге болады. Ол үшін кнопкамызды бір рет басып оятамыз. Мінекей жасыл жанды екінші скорост, міне мынамен басып тұрмын, үшінші, төртінші скорост, яғни осы кішкентай кнопкамен скоростарды азайтып көбейтуге болады. Мінекей қайттан бірге түсірдік. Мінекей қазір шұрпавертімізді оятып алдық. Енді мына кнопканы басу арқылы бірінші функция, екінші функция, үшінші функция, төртінші функция деп өзгертеміз. Мысалға біз 1 мен 4 керек болса, осы 1 мен 4-ке бірден ауысатын настройканы жасауға болады. Яғни біз настройкаларды ауыстырған кезде 1-ден 2-ге, 2-ден 3-ге, 3-тен 4-ге ауысудың қажеті жоқ. Мысалға G функциясында біз ағашпен жұмыс істеп жатамыз. Шұрыпты ағашқа бұрап жатамыз да 1-ден темірге көшу керекпіз. Темірге көшетін функция мінекей D функциясы. Сол үшін оны қалай 1-ден ауыстырамыз? Ол үшін шұрпавертімізді, винтовертімізді оятып алдық. Одан кейін мына кнопканы басып бірге қоямыз да, мінекей мына жердегі кішкентай кнопкамен мына кнопканы бірге басып тұрамыз. Мінекей қазір мигать етті, болды. Енді 4-ке қоямыз. 4-ке қойдық. Мына кішкентай кнопкамен мына кнопканы басып тұрамыз. Мінекей мигать етті. Енді қайтадан мына кнопканы бір рет басамыз. Болды. Енді қазір 1 мен 4-ке бірден ауысатын болады. Мына кнопканы басам. 1 мен 4. Яғни 1 мен жұмыс істеп жатып, ағашпен жұмыс істеп жатып, темірге көшерде 1-ден мына кнопканы бассақ 4-ке ауысып кететін болады. Яғни 2, 3 деп басып отырудың қажеті жоқ. Сол сияқты 2 мен 3, 2 мен 4, 1 мен 3 деген сияқты функцияларға қойып қойға болады. Егерде бұл режимнен шыққыңыз келсе, мына 2 кнопканы басып тұрасыз. Мінекей 4 жасыл мигать етті. Болды. Енді функциялар барлығы мінекей рет-ретімен болады. Енді қазір сіздерге фонарда жағып көрсетейін. Ол үшін мінекей ең шеткі кнопканы басу керек. Қазір мен басып қояйын, әйтпесе бұл өте ыңғайсыздау. Мінекей фонар функциясын жағып қойдым. Бұл енді осылай 20 минут бойы жанып тұрады. Яғни өзіміз жұмыс істеген кезде өзімізге ыңғайлы фонарик ретінде қолдануға болады. Енді оны қосу үшін мінекей мына жерде ең шет жағында кішкентай кнопка тұр. Басқанға кішкене ыңғайсыз және де әзер басылады. Меніңше ол кнопканы өте кішкентай қылып қойған себебі байқаусызда жаңағыдай кейсте жатқан кезде байқаусызда басылып кетіп 20 минут бойы жанып, не болмаса батареямызды отырып салмас үшін жасаған шығар деп ойлаймын. Бірақ дегенмен де бұл винтовертті чемоданға салар кезде батарейкаларын алып салатын боламыз. Мүмкін кейбір адамдар чемоданды қолданбай сумкаға салатын болса, батарейкамыз қосылып тұруы мүмкін. Сол себепті де солай жасалған шығар деп ойлаймын. Мына жерде
аккумуляторды тексеретін индикаторы бар. 3 зарядты көрсетіп тұр. Бағанада 3 болған. Меніңше өте тура көрсетеді деп ойлаймын, себебі шурповерттарда осы функция дұрыс жұмыс істемейді. Мінекей фонарымыз әлі жанып тұр. Егерде біз фонар функциясын қоспағанда, бұл бағана өшіп қалар еді. Сондықтан осы винтовердіміз 20 минут бойы жанып тұратын болады. Жалпы винтоверд өзіме ұнады, өйткені жаңағыдай 4 түрлі функциясы, 4 түрлі скоросты бар, фонары бар. Бұл өте жақсы, және де жұмыс істеу барысында ұру сәттерін бұл винтоверд өзі реттеп отыратын болады. Баршаларыңызға рахмет. Келесі видеоларда жолыққанша аман есен сау болыңыздар.